Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Көптен бері видеомды салмаған болатынмын. Қазір мынау өзіміздің Алматымыздың республика сарайының алдында отырып, өзімнің ішімде жиналып қалған нәрсемді бөліссем деп отырмын сіздермен, ағайындар. Құрметті халайық, мынау Астанадан Алматыға келдім. Біраз өзгерістер, жаңалықтарды көріп отырмын. Өте жақсы болып жатыр екен. Бұл әрине қуантатын жағдай, қуантарлық жағдай. Бірақ та сонымен қатар енді бірінші жақсы жақтарын айта кетейінші. Бірінші бір байқаған кәдімгідей көп бутиктар, дүкендер, ресторан, кафе сияқты жақсы нәрселер салынған екен, өзгерістер бар екен. Бұл әрине қуантарлық нәрсе. Сонымен қатар жаңағыдай пәтерлерде жақсы көп салыныпты. Сонымен штатын ашы нәрселер де бар, ағайындар. Мен осында келгеннен кейін бір байқағаным, интернеттен де өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Интернеттен, жаңағы тиктоктан болсын, инстаграмдан болсын, әлеуметтік желілерден де көріп жүрсіздер. Өзіміздің қыздарымыз қалай жалаңаштанып жатқанын, соны түсінген, онымен қоймай сол жалаңаштанған қыздарға біздің де балалардың да сілейкай ағып соларға жазып қылқынып жатқан өздеріңізді көріп отырсыздар. Ол өте өкінішті нәрсе. Енді соның бірімен мен сіздермен бөлісейін. Мынау Алматыға келгелі бері жақсылық жақтары мен жаман жақтарын да өзім көріп отырмын. Сонымен сіздермен бөлісе кетейін деп шештім, ағайындар. Мынау автобуста бірнеше рет көрдім сондай жағдайда. Мына автобуста бір афроамерикандық қара нәсілді бауырымызбен жаңағы автобуста бірге кетіп бара жатырмыз. Содан бірақсында сол жерде бір қазақтың әп-әйбат өрімдей жас қызы жаңағы жігітпен өзінше ағылшынша сөйлеген сияқты, сөйлеген сымақ болып, сонымен жаңағындай сөйлесіп кетті. Сонымен бір уақытында енді ол жігіт ары қарай өтіп кетті, артыма қарай. Содан жаңағы қыз қарасам, екеуі сөйлесіп отыр, алыстан қарап тұрмын. Содан ол жаңағы қыз ана еркектің, жігіттің жаңағы сонымен сөйлесіп, соның телефон нөмірін біліп сұрап, соның телефонын алып жатыр. Енді мен оны айтатындай, мен біріншіден алыста тұрдым. Екіншіден мен түсетін остановкамда аялдамамда кеп қалған болатын. Соны ештеңке айта алмадым сол жерде. Енді ол телефон алғаннан кейін ар жағын өздеріңіз ойлай беріңіздер. Ол қыз өз телефонын алып, өз жаңағы жігітке майысып тұрғаннан кейін ол жігіт не істемейді. Сонымен қатар жарайды қош деп, мақұл деп бір зам келіп кеттім, басқа жерге барып, сонымен намаз уақыты келді. Мешіт жаққа барып, орталық мешітке барып, өзім сол жерден намаз оқып алайын деп барсам, дәретімді алып шығып келе жатсам, сол жерде бір әп-әйбат өзіміздің қазақтың қызы жаңа жерде тағы да бір бөтен ұлттың азаматымен сөйлесіп, кәдімгідей әмпай-жәмпай болып отыр ән жерде. Жаңағы жерде адамдар болмаса сол жарыма жабысып, екеуі сүйісіп кетейін деп тұр. Бір уақытында қарасам, жабыстырып алған лосины деуші ме еді, немене деуші еді, сондай колготки киіп алған, омырауын ашып алған. Мен жаңағы жерде дәрет алып бетімді сүртіп тұрдым. Қарап бақылап тұрдым, жаңағыларға біреу бірдеңке дер ме екен, демес пе екен деп. Қарап тұрмын. Жаңағы екі жігіт танысқандарына біраз уақыт болған сияқты. Анау шетелдің азаматы, анау қасында отырған жігіт. Қыз жаңағы қасында жабысып отыр, бұлай да бұлай. Түсінген ал бірінші күн таныс емес сияқты, бірінші күн емес, біраз жүрген сияқты таныстықтарымен. Содан енді біреу бірдеңке дей ма деп едім, ары өтті адамдар, бері өтті, ешкім ештеңке деген жоқ. Содан кейін дәтім шыдамады, мен бардым, барып қастарына барып сөйлесіп, соң ана қызға айттым, мен айналайын. Сен мына отырысың не дедім? Жабыстырған киім, андағы омырауың ашық. Мына ұлтпен, бөтен ұлтпен отырсың, мынауың не десем, сабыр ағайын, сабыр деп қояды маған. Айналайын, мен сабыр сақтап тұрмын, Құдайға шүкір, тәуба. Сен мына жүрсің не дедім мынау? Сұмдық қой мынау деген. Тырыстырып алған ана лосина ма, колготки ма, бәрі жаңағындай не? Сыртынан жаңағында бәрі көрініп тұр десек те болады. Соң бірақсында айттым, мен айналым, мынауыңды қой, мынаны сен, мына бөтен ұлтпен жүргеніңді қой дедім.
мұсылман ғой дейді. Енді мұсылман болса да енді соған жабысып отыру керек пе екен? Сол сөйтіп оның да әдептері бар. Егер мұсылман болса некелесіңдер, мұсылманша некелесіңдер. Сонымен сондай нәрселердің біраз нәрсені көрдім. Өзге ұлтпен, бөтен ұлтпен жүрген қазақтың қыздары қазір олар намыс дегенді мүлдем қойған. Сондай ішті аштарлық нәрселер болып жатыр ағайындар. Енді біз өзіміз сондай қыздарымызға тыйым салып тоқтатпайтын болсақ, мынау қиын болатын жағдай болады. Сол осы кезде мен қазір есіме түсіп отыр. Мына 90 жылдары есімде, мына Франция қыздары әдем екен, француз қыздары сұлу екен деген жаңағындай үлкен бір сондай бір жаңалықтарды көп естіп кеттік. Содан сол 95-2000 жылдары, содан сол жаққа бүткіл дүниежүзінің адамдары, азаматтары сол жаққа ағылып төгілген болатын. Содан кейін сол 2000 жылдары, 2010 жылдары сол жақтарда бөтен ұлттар көбейіп, мигранттар көп деген тағы да ақпараттарды естідік. Енді кейін қазір естіп отырсақ, ол жақта мысалға өзінің сол француз азаматтары өте аз деп айтып жатыр. Сонымен не айтқым келіп тұр? Айтайын дегенім сол, қазір мына мысалға біз қыздарымызды мына бөтен ұлтпен жүргендерін тоқтатпайтын болсақ, олар жаңағы біздің қыздарымызды жаңағындай трәпке құсап, нәски құсап, ауыстырып, нәски құсап киіп тастап, содан кейін неше түрлі Қытай, неше түрлі жаңағындай афроамерикандық қара нәсіл, неше түрлі сондай басқа ұлттың адамдары жиендер туады. Содан кейін барып қызықтың көкесі сонда басталады. Қазір мысалға дүниежүзінде біз Қазақстан сұлу қыздар арасында мысалы Қазақстан екінші орында тұр ғой, мысалы Япониядан кейін. Ал енді егерде тағы да осылай тоқтамайтын болсам, мына индустардың қаншама жүр мысалға. Қазір енді Қытайлар, соңғы кезде Қытайлар келіп жатыр, өздеріңіз көріп жатсыздар. Құдай сақтасын енді. Енді солармен чатысатын болса, біз деген жаңа Францияның екінші Франция болуымыз мүмкін ағайын. Соны айтайын деген, мына қыздарымызды 40 жерден тиіп, ұлдарымыз 30 жерден тиіп, мына ұлдарды қойшы, ұлдар бөтен ұлттан алса, ол ештеңке емес, екінші, үшінші жаңағындай әйелді мысалы қазақтан алса да жаман емес. Мына қыздарымыз бұзылмасын. Қыздарымыз бұзылатын болса, ұлт бұзылады. Оның мысалы бір дәлелі қазақта айтады ғой, мынау ер басы еркек бұзылса, отбасы бұзылады дейді. Әйел бұзылса, мемлекет бұзылады дейді. Сол айтпақшы Францияны көрсеңіздер, Францияда қазір таза не қалмағаны, өңшең жаңағында басқа ұлттан туған ұлдар француздардың өздері некен саяқ дейді. Азайғанымен қоймай, басқа ұлттар өңшең дейді. Кімді айтсаң сөйледі деп Қытайлар жүр. Сондықтан ағайындар, біз өзіміздің қыздарымызға тоқтау салып, өзіміздің қыздарымызды жаңағында бөтен ұлтпен жүрген тоқтатуымыз керек. Біз қай жерде жүрсек те айтып отырып ескертуіміз керек. Біз айналайын, қазаққа шық, қазаққа үйлен деп. Соны осы жерде айтайын дегенім, ата-аналар, сендер мына қыздарым жаңағындай немене танады, бір байға тиісінше немесе жаңағындай үйі болсын, мәшинесі болсын дегенді қою керек қой. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дейді. Сондықтан қыздарымызды қазақтың жігіттеріне беруге тырысуымыз керек біз. Мынандай Қытайларға беретін болсаңыздар, сонымен барып жиендеріңіз Қытай, жиендеріңіз индус, одан қалса сондай жаңағындай неше түрлі итбай, шортбай болып кетеді. Сондықтан ағайындар, өзімізге мықты болайық. Айтайын деген нәрсем көп еді негізінде. Мен жаңағы біраз нәрсе айтып бастап едім, мына жерде фонтанның қасында отырамын деп, ол видеомда дауыс шықпай қалыпты. Сондықтан ағайындар, өзімізге мықты болайық. Мына қазақ ұлт болсын дейтін болсаңыздар, 2-ден, 3-тен, 4-тен әйел алып үйленіңіздер, қазақтан алыңыздар, қазақтың санын көбейтіңіздер. Еркек адам, мысалға, қазақ еркек бауырларымыз мысалға басқа ұлттан да 2-3 қылып алса да жаман емес, бірақ мына қазақтың қыздары басқа ұлтқа шықпайтындай, өзіміздің ұлтты алатындай қылуымыз керек біз. Анада осында бір жағдай болды. Бір қыз бала мен келіншекпен сөйлесіп әңгімелесіп отырсам, Кореядан жаңадан ғана келдім дейді. Алдындағы да видеода айтқам, енді тағы да айтып отырайын. Сол жаңағында Кореяға бардық, Кореяға 10 қыз болып бардық дейді, оңтүстік Кореяға. Соның 10 қыздың 9-ы сол Кореяда үйленіп қалып дейді. Ой, олардың жігіттері жаңағындай ұрыспайды екен, ұрмайды екен,
жанагындай жагдайын жасап коет экен, бүтөт экен, сүйтөт экен. Кудайга шүкүр, жакшы болот. Бизде де жакшы бауырларыбыз бар. Сондықтан бізге үйлөнүүбүзгө, биздин кыздар, биздин жигиттерге үйлөнүүгө тырышыңыздар. Бостон-бостонго өйтүп, ана жакта, мына жакта деп айтып жүрө бермей. Ол бөтен ұлтқа тигеннен кейін болды, балаң бәрі сен бөтен болып кетеді. Мына жақта қазақ деген, мұсылман деген болмай қалуы мүмкін. Енді сол орайда, осы орайда айтатын, енді жақында шет елдің азаматтары мына африкалық бір мемлекетке визасыз режим кіргізеді деп айтып жатыр екен. Енді егер де соларда визасыз кіретін болса, онда осы қызықтың көкесі сонда болады. Неше түрлі жаңағындай африкалық жиендер, неше түрлі жаңағындай басқа ұлттың жиендер, балалар туатын болады. Сондықтан Құдай сақтасын. Біз өзімізге мықты болатын болайық ағайындар. Қыздарымыз тек қазақтың қыздары, қазақтың жігіттеріне үйленетіндей қылуымыз керек біз ағайындар. Осы сөзімізді ұмытпайық ағайындар. Қазағымыз үйімшіл, тату тәтті болсын деп тілейік. Тату тәтті болайық ағайындар. Бір-бірімізге қамқор болайық, бір-бірімізбен үйімшіл, тату тәтті болайық. Қандай жағдай болмасын, еліміз үшін еңбек істеп, еліміз үшін дұғада болайық ағайындар. Ассалаумағалейкум.